Армысыздар, ардақты әлеумет К+ арнасында Қазақстан жаңалықтары. Сонымен бүгінгі көретіндеріңізді алдымен қысқаша баяндап өтейік. Адам өмірін қиған Сібір жарасы түп тамырымен жойылды. Індет таратқан мал иесі 5 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Кәсіпкер Тахиржан Тұржановтың елбасы туралы заңға қол қойған қос спикермен үкімет басшысының үстінен жазған арызы қаралмайтын болды. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымын басқарған Қазақстанның жарты жылдық жұмыс қорытындысы сарапшылар күткендей болмады. Назарбаев менің лидерім емес акциясы қызу жалғасуда. Бүгін алғалықтардың 3-ші легі әкімдік алдына барып өтініш хат қалдырды. Мақсат бұрынғыша елбасы туралы заңға көзқарасын білдіріп, наразылық шарасын өткізуге рұқсат алу. Алғашқы өтінішті алға белсенділері 9-ші шілдеде өткізген болатын. Талайдан бері рұқсатсыз шеру өткізудің зардабын көріп, толассыз қудалауға ұшыраған алғалықтар рұқсат сұраудың көкөсін танытайын депті. Ертең кезекті бестік тағы да әкімдікке бармақшы. Партиялықтар әдегеннен ақ әкімдік онда жауап береріне үміт артпаған. Бірақ бұл оларға тосқауыл болмайтын көрінеді. Ұлт лидері туралы заңға қалайда наразылығымызды білдіреміз дейді. Халықтың көбі жұмыссыз жұпыны жүргенде ұлт көсемі жөнінде сөз қозғаудың өзі артық дейді алғалықтар. Елбасын бүкіл халықтай қолдау керек. Жұмысы болып майшелпек болып атқан кезде ғана қабылданады ғой онда заң. Егер жұмыссыз, үйсіз жүрген адамдар оны қабылдайтын болса, ол қай ұлттың лидері ол? Кәсіпкер Тахиржан Ахметовтің елбасы туралы заңға қол қойған үштіктің үстіне жазған арыз шағымы қанағаттандырылмады. Алайда кәсіпкер бостандық аудандық соты шығарған үкімге қарсы шығып істі қайта қарауды талап етіп отыр. Осыған дейін дәл осындай арызбен Республика газетінің тілшісі Жанна Байтелова үштіктің үстіне шағымданған еді. Алайда сот алқасы істі қараудан бас тартқан болатын. Осыдан кейін танымал кәсіпкер Тахиржан Ахметовта елбасы туралы заңға қол қойған Мәсімов, Тоқаев, Мұхамеджановтардың үстіне шағымданып, үштіктің енген заңды алып тастауды талап еткен. Алайда Бостандық аудандық соты шағым бойынша қандай да бір іс қозғаудан бас тартып, мұндай шағым Конституциялық кеңесте қаралады деп жауап қатқан. Кезекте Тахиржан Ахметов мұндай үкіммен келіспейді. Оның айтуынша сот шағымданушының арызы бойынша істі Конституциялық кеңесте өзі жіберуі қажет. Әлі талай заң бұзылады. Шенеуніктер жағымпазданып, осындай заңдарды ұсынатын болады. Президент қылмыстық жауапкершіліктен 100%-ға құтылады. Ал шенеуніктер болса 50%-ға құтылады. Айдос Садықовтың адвокаттары қалалық прокурор Рысалдиновтың іс-әрекетіне қатысты арызданды. Қорғаушылардың пікірінше ол өз жұмысын дұрыс атқармай отыр. 200 беттен асатын оппозиционер ісімен танысуға мемлекеттік айыптаушы небәрі 2 сағаттай уақыт жұмсаған. Осыдан кейін айыптан келіп қорытынды жазып істі қайта өткізіпті. Айып басбұзарлық және құқық қорғаушыларға қарсылық көрсеткен. 2 бап бойынша Садықов 4 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ал Садықовтың сөзі бұған кереғар, яғни полицейлер Садықовты соққыға жығып денесін жарақаттаған. Өзін ұрған полицейлер үстінен жазылған оппозиционер арызы жауапсыз қалды. Тіпті әйелі жазған арызы да осы күйді кешті. Естеріңізде болса, 27 мамыр күні тәртіп сақшылары Садықовты соққыға жығып, қалтасына мобильді телефонды салып жібермек болған. Бұл әрекеттердің іске асуына бақ өкілдері мен жедел жәрдем қызметкерлері келтірген еді. Ал прокурордың осынау әрекетін қорғаушылар полицейлерді жауапкершіліктен құтқарғысы келетіндік дейді. Дегенмен де біз орган өз қызметін атқарып, заң аясында қимылдайды деп үміттенеміз. Бірақ мен тергеу амалдары кезінде денесіне жұққан қанызын Садықовтың қанымен салыстыра келіп, заң бұзушылықтар бірнеше рет орын алғандығын айта аламын. Жарты жылда түзелу керек. Халықаралық қоғамдық ұйым өкілдері Қазақстанға Еуропа қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйым төрағасы ретінде осындай мерзім берді. Үкіметтік емес құқық қорғау ұйымдары Қазақстан өз мойнына алған халықаралық міндеттемелерді орындамай отыр деген пікірде. Польша, Ресей және Қырғызстан елдерінің тәуелсіз құқық қорғаушылары Қазақстандағы құқық бұзушылыққа мониторинг жүргізіп, күтпеген байламға келген. Еуропа қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы төрағалық елдегі демократиялық үрдістерге кері әсер етіпті.
Бақта қысым күшейген бейбіт шерулер қатаң қыспаққа алынады. Түрмелерде азапта орын алып, сотталғандар құқық қорғау механизмі жұмыс істемейді. Осы аптаның соңында Алматыда Европа қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бейресми саммит өткізу жоспарланып отыр. Бүгінгі конференцияға қатысушылар бейресми басқосу мүшелеріне хабарласып, халықаралық қауымдастықтар Қазақстандағы көптеген заң бұзушылықтарға неліктен көз жұма қарап отырғанын сұрауға уәде берді. Вопросы прав человека, вопросы демократии. Демократия, адам құқығын қорғау мәселелері бір мемлекеттің ғана ішкі мәселелері емес. Олар халықаралық міндеттемелер және азаматтық секторды алаңдатар жайт болып табылады. Осы тұрғыда біз әртүрлі елдер ұйымдарының коалициясы халықаралық ұйым ретінде Қазақстандағы адам құқықтары мәселесі біздің де алаңдатушылығымызды туғызатындығын айтамыз. Это как бы предмет нашей озабоченности. Европа қауіпсіздік ұйымы жасаған тағы бір мәлімдеме. Астаналық бюро өкілдері Қазақстанда жемқорлықты жоймай, демократия туралы қандай да бір сөз қозғаудың өзі қиын дейді. Әлемдік кедендік ұйым мамандары халықаралық тәжірибедегі жемқорлықты күрес туралы әңгімеледі. Күрес жемқорлықты жоюмен ғана шектелмеу керек. Ұйымдасқан қылмыстық топтар заңсыз жолдармен ақша жымқыру сияқты фактілерді қадағалау қажет. Сондай-ақ жемқорлық пен бюрократия инвесторлары да қорқытып отыр. Европа қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Астанадағы бюросының басшысы Александр Келчевский Қазақстан Европа кеңесінің жемқорлықпен күрес конференциясына қосылу керек дейді. Және осы статистикасы бойынша Қазақстанның 60% тұрғыны пара беруді қалыпты құбылыс деп санайды екен. То, что бросается в глаза, это то, что здесь существует. Мұндағы көзге ұрып тұрған майда жемқорлық сіздерге өкінішке орай күн сайын қадам басқан сайын кездесіп отырады. Ал менің өз басымнан ондай өткен жоқ. И, к сожалению, вы должны сталкиваться на каждом шагу. 2010 жылдың қаңтар-маусым айлары аралығында елдің экономикалық, әлеуметтік дамуында өсім байқалады. Бүгін статистика агенттігінің төрағасы журналистермен өткен бас қосуда осындай мәлімдеме жасады. Сондай-ақ ол былтырғы жылы санақта кеткен олқылықты реттеуге қаражат жетпей жатқандығында тілге тиек етті. Қысқа мерзімді экономикалық индикатор былтырғы жылмен салыстырғанда 108,8% құрапты. Агенттік төрағасының сөзіне сенсек, ауыл шаруашылық, құрылыс және өндіріс салаларында айтарлықтай ілгерілеу бар. Әлихан Смайылов жұмыссыздық көрсеткішінде төмендегенін айтады. Былтыр жұмыссыздар саны 559 мың адамды құраса, биыл екі қолға бір күрек тапқандар 495.910 адамды құрап отыр. Сондай-ақ агенттік төрағасы былтырғы халық санағынан шыққан былықтан соң астан кестен бланк агенттік абыройын қалпына келтіріп, қалған шаруаны реттеу жұмыстары баяу жүріп жатқандығы мәлімдеді. Агенттік беделін қалпына келтіруге 59 миллион теңге бөлініпті. Ал елдегі инфляцияның былтырғы жылдармен салыстырғанда қалыпты екендігін айта отырып, алаңдауға негіз жоқ деді. Жалпы инфляция былтырғы жылдың, оны алдыңғы жылдың деңгейімен салыстырғанда кішкене төмен. Жалпы Қазақстанның баға көтерілуі қарқыны тұрақты деңгейде, төмен деңгейде. Шығыс Қазақстанда нұрлы көш бағдарламасы бойынша құрылыс жұмыстары басталып кетті. Бар жоғы 2 жыл ішінде Өскемен қаласы маңында 900 оралман отбасыларына баспана тұрғызу жоспарланып отыр. Жергілікті басшылық осы жылдың күзі мезгіліне дейін 360 үйдің құрылысын аяқтауды көздеп отыр. Айда шенеуніктер қай жерден және қанша оралман елге келетіндігінен байқап бар. Аталған құрылыс жұмыстарына қалалық бюджеттен 27 миллион доллар қаржы бөлініпті. Құзырлы орын қандастарымызды тек қана баспанамен емес, жұмыспен де қамтамасыз етуге уәде етті. Қоғамдық ұйымдар биліктің бұл әрекетін қолдап отыр. Алайда оралмандарға көмек көрсетілместен бұрын жергілікті тұрғындардың жағдайын жақсарту керектігін айтады. Қазақстан азаматтарына көмек аз көрсетіледі. Сонымен қатар мынадай бағдарламалар үлкен қаражатты талап етеді. Бұл көз бояушылыққа жақсы нәрсе. Бірақ біздің өзіміздің жағдайымыз жақсы емес. Мысалы, Күршім ауданына қарасты Тоқыр ауылына зымыран тасымалдаушы ракеталардың қалдықтары түсіп жатады. Очень остро стоит вопрос